Достар, простата безінің ультрадыбыстық зерттеуіне қалай дайындаламыз? Орысша айтқанда УЗИ простатальной железы деп аталады. Оның өзінің екі түрі бар. Сондықтан бірінші дәрігерден сұрап алыңыз, ол қандай УЗИ тағайындады. Бізде трансабдоминальный дейді, яғни құрсақ қуыс арқылы тексеруге болады. Сонымен қатар тік ішек арқылы тексеруге болады, трансректальный дейді. Сондықтан сізде трансабдоминальный ма, немесе трансректальный ма, соны біліп алуымыз керек. Простата безінің трансабдоминальды тексеруі, яғни құрсақ қуысы арқылы, ол қалай жүргізіледі? Бірінші біз құрсақ қуысы арқылы тексеретіндіктен біздің, яғни қуығымыз зәрге толы болу керек. Осы процедураға дейін 3-4 сағат бұрын 3-4 сағат ішінде біз ешқандай кіші дәретке бармаған болуымыз керек, және 1 сағат бұрын 1 литр газдалмаған сусын ішуіміз керек. Ал ендігісі трансректальды, яғни простата безінің трансректальды ультрадыбыстық зерттеуіне қалай дайындалатыны туралы қазір айтамын. Бұл зерттеуге, яғни қуықтың толы болуы міндетті емес, бірақ осы процедураға дейін, яғни трансректальды простата безінің ультрадыбыстық зерттеуінде міндетті түрде клизма жасаған дұрыс. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, сау саламат болыңыздар.